Халқымызда баталы құл арымас, батасыз құл жарымас деген мақал бар. Осы мақалға имандай ұйыған қазақ халқы өздерінің сүйікті перзенттеріне үлкендерден бата тілетуді аса бір сауапты іс деп білген. Баяғыда біреудің жалғыз баласы ауырып, бақсы балгерлерге қанша емдетсе де ем қонбапты. Басқа амал таппай әбден тарыққан ата-анасы ауылдастарынан ақыл кеңес сұрағанда, олар аузы дуалы бір қарттың батасын алу керек деген кеңес беріпті. Осы кеңеспен дүйім жұртты шарлатып, ең ақырында жасы 100-ді алқымдаған сақал-шашы күмістей бір қарияны тауып келіп, аша тұяқ көк қасқаға бата жасатады. Батаны ауру балаға сұратады. Сонда қария аша тұяқ көк қасқа жеткізе көр 1000 жасқа. Аларыңнан танбассың осы жолы бір таста деп бата берген екен. Қарияның батасы қабыл болып, бала сырқатынан айығып кетіпті.